Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін жаңалықтардан көріп қалдым. Яғни 250 мың, 5 мың теңгеден астам аударымдар түскен адамдар және 3 ай қатарын 3 ай ішінде әр ай сайын 100 аударымнан артық аударымдар түскен адамдар, яғни кіріс басқармасы тарапынан тәуекел бақылауына алынады деген сияқты айтып жатыр да. Мен айтамын да, өз мәжіліс депутаттары, сенат депутаттары өздеріңіз жақында ғана айттыңыздар. Халқымыздың 84% кредитте отыр. Өздерінің ол ресми ақпарат, сіздердің мәжілісте айтылған цифра бұл. 84% халық кредитте отыр деген. Енді бір нәрсе қылып әркім өз тіршілігін жасап жатыр да. Қарапайым халықты кеп сіздер қайтадан қиын жағдайға түсіріп жатсыздар. Құрметті мәжіліс депутаттар, сенат депутаттар, бұл үкіметтің бұл саясат тоқтатсаңыздар. Мен байқаймын, анда-санда бір өздерінің жаңалықтарын айтып тұрады. Мысалы, бүгін 255 мың теңгеден астам деген аударым туралы айтып қалды. Бұл негізі мобильді аударым, әркімнің жеке басының өзінің аударымдары да, негізі ешкімнің үйтіп оған былай қол сұғуға, назар салуға құқысы жоқ негізі. Бірақ үкімет қазір сөйтіп оны заңдастырып алған сияқты ғой, яғни тексеріп тұрады, сөйтіп оны енді қарап тұрса, қарапайым халық онсыз да өзі әрең күн көріп жүр да. Кредиттен кредитке, әйтеуір нәпақасын тауып, таксовать етіп, біреудің затын тасып, бір нәрсе пісіріп сатып күн көріп жатыр да. Сіздер келіп қайта айта бересіздер. Оны тоқтатсаңыздаршы. Құрметті, біздің халық қалаулылары, мәжіліс депутаттары, сіздерден өтініш. Бұл мобильді аударым дегенді тоқтатсаңыздар. Бұл деген негізі әркім өзін қазір күн көріп жүр да. Қайта халықтың жалақысын көтеріңіздер, айлығын көтеріңіздер, пособиясын көтеріңіздер, зейнетақысын көтеріңіздер, азық-түлікті қымбаттатқызбаңыздар. Қазір бір адамдар 2-3 жерде жұмыс істеп жүр. Мына отбасын асырау үшін, кредитінен құтылу үшін да. Азық-түлікте қазір білесіздер қымбат, коммуналдық қызметтер де қымбаттап жатыр. Қазір арзандап жатқан дүние жоқ, тек қана қымбаттап жатыр. Құрметті мәжіліс депутаттары, Аманат партиясының депутаттары мәжілісте отырған. Сіздер айттыңыздар ғой, біз халыққа жақын болатын партиямыз деп. Жақын болсаңыздаршы.